Сіздерге бүгін итальяндық «Последний парадиз» атты фильмге шолу болма. Оливка өсіретін ферманың бақшасында бай фермердің қызы, Бьянка мен Чичо есімді жігіт қыдырып көңіл көтеріп жүреді. Бұлардың жасырын махаббаты әпкесіне белгілі болып қалады. Достар, фильмді бастамас бұрын каналға тіркелмеген көрермен болсаңыз, тіркеліп лайк баса кетейік. Екеуі кездесуден кейінірек жолығамыз деп қоштасып кетеді. Әпкесі бұл романды ешкімге айтпау үшін үлкен құпиясы бар, себебі Чичоның әйелі мен баласы бар. Әйелі нан пісіріп жатып, баласынан әкесі қайда екенін сұрайды, бірақ бала ештен айтпайды. Кумпа есімді фермер, яғни Бьянканың әкесі және баласы екеуі фермадағы оливка теріп жүрген жұмысшыларды бақылап жүреді. Түс уақыты болды, бәріне дем алуына бұйырып, жас қызды фермаға барып дем алуын сұрайды. Чичо жолда келе жатып басқа көңілдесін көріп қояды. Ол маған көңіл бөлмейсің деп ренжіп кетіп қалады. Үйіне келген соң әйелі ренжулі болады. Бірақ Чичо әйеліне отбасымен тұруға қарсы және кеткісі келетінін айтады. Кумпа фермаға кірген қызды өне тартып, ыстықтай терлетіп, көңілін көтеріп жатады. Қыздың дауысын сыртта үлкен қызы, Мария естіп қалады. Чичо жергілікті асханада отырады. Сол кезде Дон Луиджа есімді бай фермер арзан бағаға елдердің оливкаларын сатып алып жатады. Ал қиындықта сатып алушы таппай жүрген кішігірім фермерлар амал жоқтан сатып жатады. Бұл әрекетке шыдамай тұрған Чичо бәрін сөзін өзіне бұрып, мен қымбат бағаға кейін сатып аламын, алаяққа сатпаңдар деп дау шығарады. Келесі күні үйіне келген Чичо әкесімен ауылда болып жатқан оқиғаларды талқылап жатады. Әкесі және әйелі қайдағы жоққа басын қатырмай, үйге неге келмедің дегенде, бұл үй ұнамай ма саған? Сен де атаң сияқты қуа бастадың ба? Деп ұрысқанда Чичо бұрылып кетіп қалады. Чичо үйінен шығып Бьянкамен кездесіп, французша музыка қосып, бір-біріне қарап, екеуміз басқа қалаға кейік, Францияға, жаңа достар, жаңа тіл үйренеміз дейді. Жігіт басқа қалаға кетуім менің арманым деп айтып жатады. Луиджа Кумпаға келіп ауылда болып жатқан наразылықты айтып, мен ең үлкен саудагермін, саған да бұл саудадан ақша түседі. Чичоның істеп жүрген опасыздығын ретте деп кетіп қалады. Чичоны Кумпаға шақырып алады, сол сәтте Бьянка да келеді. Кумпа, мен сенің атаңды да танимын, ол жас қызбен шетелге кетіп қалған деп тиісіп, саудаға неге араласасын деп сөзді астайды. Бірақ оның сөзіне барлық шаруалар кедей болып барады, жаздай еңбектерін сол егістікке салады. Ал Луиджа байып барады. Халықтан 3 есе арзан бағаға сатып алу деген сұмдық дейді. Кумпа жай күліп қана қойып қолын береді. Чичо далаға шығып кетеді. Жолдан 2 жолаушы Дон Луиджаны тоқтатып, оны әбден ұрып тастап кетеді. Таң ертең Дон Луиджа полиция бөлімшесіне келіп арыз түсіреді. Түнделетіп жігіт Бьянканың бөлмесіне кіріп, оны ұятып фермаға алып кетеді. Фермада Бьянкаға қалай сүйетінін айтып, фермадағы шөпті өздерінің ұясы сияқты пайдаланып махаббатқа бөленіп кетеді. Таң ертең Бьянка қалай түнді өткізгенін, жігіт сол жерде ұйықтап жатыр деп Марияға айтып жатады. Сол сәтте әкесі фермадағы аттарды барып қара деген кезде, Мария ағасын алдап жігітке қашуға көмектеседі. Әйелі церковта күйеуіне тағы ренжиді, бірақ әйеліне сені жақсы көремін деп алдап, қайта Бьянкаға кетіп қалады. Бьянка жігітке екеуіміздің арамыз жайлы әкем біліп қойған шығар деп қорқа бастайды. Жігіт сенің қолыңды әкеңнен сұраймын деп жұбатады. Кумпаға баласы барлық шындықты айтып береді. Оған ашуға салынған әкесі Марияны шақырып анық жайды сұрап алады. Бьянка әкесіне келеді. Кумпа қызына мен осынадай қаңғы бас, әр еркекпен болтын қыз өсірдің бе дегенде. Қызы шешініп, міне қара, сенде осындай жас қыздардың денесін ұнатасың дейді. Мария Бьянканы орап алып кетеді. Чичо түнде әйелімен және баласымен қоштасып, таң атысымен Кумпаға бар ойын хатқа жазып береді. Кумпа, мен қалай баймын деп жерді қазып, топырақтың құнарлығын қарашы дейді. Сол сәтте артынан ұрып өлтіріп, денесін орталыққа қарай жібере салады. Осы сәтте басқа қалада егіз ағасы Антонио бастығынан қайғылы жағдайды естиді. Сол хабардан соң жолға шығып үйіне келеді. Отбасынан Кумпа қалай жігітті өлтіргенін естіп жалғыз ойға салынып отырады. Жігітті соңғы жолға шығарып жатқанда Бьянка сырттан амал жоқтан жылап тұрады. Келесі күні Антонио полиция басқармасына барып, мән жайды сұрайды.
бірақ ешқандай ақпарат ала алмайды. Жолда досын кездесіп қалады. Досы ауылда Чичо барлық әйелдермен көңіл көтеріп, ойына келгенін жасады дейді. Үйіне келсе әкесі ол үлкен қателік жасады, сол үшін жазасын алды дейді. Жігіт осы хабардан соң қайта қалаға кетуге бел буады. Жолға шықпас бұрын Кумпаның үйіне келеді. Оны көрген Козима Бьянканы байлап тастайды. Әкесі сендердің отбасыларын маған ұнамайды кет дейді. Антонио сен өлтірдің бе десе, осылай болғаны дұрыс болды. Барлық заң менің қолымда. Әкең екінші ұлын жоғалтқысы келмей тұрғанда сен де кет деп жауап қайтарады. Жігіт отбасымен қоштасып, автобусқа отырып, қалаға жолға шығады. Жолға шықпас бұрын Кумпа мен Козиманы біреу ұрып, өлтіріп жолға киімдерін тастап кетіпті. Мария мен Бьянка полицияға барлық жерге барып әділдікті іздейді. Бірақ оған ешкім көмектеспейді, себебі әкесінің беделі қазір басты емес. Олар церковқа барып, барлық оқиғаны айтып әділдікті сұрайды. Бірақ церковта оған ешкім көңіл бөлмей қояды. Бьянка амал жоқтан Дон Луиджадан көмек сұрауға келеді. Бірақ ол қыздың сөзін естікте тұрған жоқ, әкесі жоқ, қыз қорғаусыз қалды. Қызды аймалап құшақтай бастайды. Бірақ қыз қолына түскен вилканы алып, аяғына тығып қашып кетеді. Антонио жұмыста өз ісімен жұмыс жасап жүреді. Бір қызметкер қолын жарақаттап алғанда ол соған қарап тұрып, ойланып қалады. Келесі күні Бьянка егістікте қыдырып жүрген кезде, кездесіп жүрген жерді көріп жылайды. Олар ең алғашында осы жерде кездесіпті. Ағаш түбінде қызды жылан тістеп алған кезде, жігіт қасында өтіп бар жатып көмектесейін деп, аяғындағы уды сорып тастаймын дейді. Бірақ содан кейін қызы диірінен сүйіп қашып кеткен екен. Солай екеулерінде сезім пайда бола бастапты. Жігіт өзінің сүйіктісіне үй алып, тамашалап тұрады. Бірақ ой басқа жақта. Антонио өзінің бастығымен сөйлеседі. Бастығы сен менің қызыма жақсы қара, болашақ бастықсың, менің отбасым боласың. Енді біраз демел салып, бой жазып кел дейді. Ол өзінің қызына хат жазып, оны тастайтыны жайлы және өз үйіне қайтқысы келетіні айлы жазған екен. Солай ол өз анасына келеді. Түсте Марияға келіп, Бьянканы сұрайды. Ол қазір келеді деп үйді аралап жүріп бір таныс сурет көріп қалып, әкесіне барады. Әкесіне Кумпаның үйінде тұрған сурет кім дегенде, ол алғашқы махаббатым, және Мария менің қызым дейді. Антонио мұртын қырып, жолға шығады. Бьянка артынан жүгіріп келіп, Чичоға қатты ұқсатып не айтайын дедім дегенде, мен саған дәл қазір үйленгім келеді дейді. Солай екеуі үйленіп, Антонио ауыл тұрғындарына керек адам, және Чиноның жігіті ұқсап, соның өмірімен өмір сүреді. Достар, осымен фильм мәресіне жетті. Фильм жайлы 1-ден 10-ға дейін баға беріп комментарийге жаза кетейік.